О, мыналар деген өсіп кетті ғой кәдімгі жүнді маған. Дачаға келіп едім, ата жеміне ата жем жоқ екен, бірақ кетіп қалған сияқты, бірақ мына жақтан жинап қойсын деген маған негізінде. Сосын жайлап жинай берейік, осылай. О, бәрекелді, осылай жайлап. Яқты әлем болып кетті ғой кәдімгі жан-жақ өсіп кеткен. Тамағымда болып кетті. Ой, мынаны сындап тастау керек, оны нитка жатыр. Ой, жаңағы мынаны алып тастайық, күшті. Былай тез алып тастап. Ой, біреу сонда отыр. Житель. Алло. Алло, Сойк, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың, что там не болды? Короче, Сойк, анау, сен барған жақта парапат жақта қарашы. Мен телефоным түсіп қалды, походу сияқты, екінші телефоншы. Сол қарап берші, өтініш. Все, бір жұмыстарым бітіріп алайын, сосын барып қарап келемін, хорошо ма? Все, хорошо, звондайсың тапсан. Әрине, все, давай. Все, давай. Ай, бұл жителді қаншты ғой бір нәрсені жоғалта берейік. Екінші телефонын үшін алған жынды ма? Бірақ телефон жетеді ғой бәтер. Жайлап мына жақты сындырып тез жинап тастау керек. Міне бір кішкене ғана қалды. Біз еще осылай сындыра берейік, сындырып. Бәттердік почти ой, мына жақта нитка тұрып сияқты. Яқтық жоқ. Ай, мынаны соңғысы сындырайық деп, потом барып бір далаға бір серуендеп қайтайық. Сосын кешке тамақ іздеймін екен. Кешке тамақ кезде бір-екі сағаттан соң қазір итек шашақ кеттім. Қыдырып қайтпайын ба, все-таки келдік енді бұл жаққа. Бұяқ енді элитный жақ дейін десем. Негізінде отдельный остров. Әдем болу керек па әйтеуір. Мына жақта осындай жерлер бар, кайф. Осындай. Алдында бірнеше салам дейіп жасаған сияқты походу үшін. Бәрекелді, мына жақта қарап келейікші. Нифига себе. Үлкен қылып сапты. Мен походу ана жаққа жататын сияқтымын. Ата жем келген кезде. Білмеймін. Мынау пәтер ашылу керек шығар. Білмеймін оны. Атамның сосын сұрап көрем, онда мен әзірше былай жауып қойайын да. Жоқ қойған соң қайық жақ барсам. Ой, мынан сындырып оқиын ма? Ай, бір зомбилар жүр деп айтқан, сол үшін зомбилардан кішкене абай болу керек, көрген жоқ. Ол бақытын сілеміз сен бір сой қой, скенді ауыстыруын кеттім. Достар, короче, бүгінгі видеода бүгіністен бірге мына жаққа көшкелім десем де болады. Бір қыдырып келген болсын, қарасыншы, не деген таза ауасы, не деген әдем жақ деймді ол, достар. Видео бастамасын бұрын көріп, достар, каналға тіркеп лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Подписаться қып-қызылын сері қыпсақ, давай, достар, бір айдың ішіне, лимитсі бір-екі аптаның ішіне 1000 подписчикқа үшін тез жеткізіп тастайық, достар, сіздер үшін бір кәкірек. Ал мен үшін жаңа видео түсіруге үлкен мотивация. Онда сұра, міне мынандай жақ жайлап мына үстіне шығып көрейікші қазір. Бәғыт паркур керек болды. Бәрекелді. О, міне мына үстіне шығып алдық. Біреуін сындырып. Шығып алдық. Үстіне секіріп шыға алмай ма қайтам. Қайта шығып кетсем болады, жоқ керек емес. Онда міне мынаның үстіне шығып алдық. Таразында жүгір жүрміз ғой, ой, дерзкі онда. Мынаның үстіне шығып алдық. Қандайға зомби әрі жүрмін екен, көрейікші. Телефон деген үлкен болып тұрып алыпты. Онда кішкене жүре тұрайық, мына жақта достар. Короче, водопад туралы ұмытып кетіппін ғой, мен водопадқа барып бәрекелді болды, әдем құладық. Енді мынау водопад жақта деді, мына жақта іздеп көрейік, дұрыстап әдемілеп дұрыстап қарап. Тау болса ол, мама, жамжауып кетті. Жүзді водопадтан арт жағы бар ма не деген білу? Кәз, водопад наярында жоқ, походу кәт дұрыстап қарап шығайық. Жоқ, мына жақта ма? Может, мына жағында сұқпан жүр. Ма. Арты деген кайф бұл достар негізінде. Су негіз бетке тиіп отыр, бірақ ата кайф былай тұр. Ма, ной. Секретный есік. Қалай ашылады сонда? Ютшын ма? Аты. Мына бір кнопка бар екен. Бұл есікті ашу үшін осы соқты канал көріп отқан адамдар подписаться қып-қызыл кнопканы сері қыпсап, лайк басып, комментарияға Сойк топ деп жазып кету керек.
үйтшіні ба жойдымды достар мынау айтқан бәрін істесеңіз тез адам мына жаққа кіргім келіп тұр не деген бәле екен достар осы автоответчик робот не деген бәрін істейік давайте каналға тіркеліп лайк басып ананы істепсек те достар болды олар давай достар мен 3 секунд беремін давай 1 2 3 болды подписчиктер істеп болған шығар енді давай ешіташ жоқ олар әлі істеген жоқ. ой қасқа достар тез сұраңыздаршы енді өтініш пожалуйста сіздер үшін бір кәкілік қоямын мен үшін үлкен жаңа видео түсіруге мотивация анау деген давайте тағы да 5 секунд берейін давайте 1 2 3 4 5 бәрекелді болды ашауы Все, бәрі дұрыс ашыл. оқима достан қырсыншы қан мұрны қан аққан сияқты походу бәлем бай адамдікі емес походу білмеймін адамдікі яқты бір маньяк тұра ма не деген білмеймін костер жанып тұр походу осы жақында біреу жүрген яқты бірақ мені ата жеңнен батқан бұл жақта ешкім тұрмайды ғой негізінен жүрін жайлап мына жақта қарап келейік бүгін аяғым күйдіріп алсам мына жақта төсек бар екен төсектің астын білесіздер ма ай төсектің астында ай тым жоқ екен ондай кішкентай палатка бар екен сен былай жатып аласың бәрекелді деп ондан сындырып тастайықшы құрсын ой қаса сындырып тастауға да болмайды екен ғой жарайды онда бұйырса костер керек болады негізі пәтер алсақ болады потом үйге барып бір жаққа қойып қойсам жайды сосын алсам онда мына жақты жайлап дұрыстап қарап тастайықшы не деген бәле сұмды бұл жақта не бар особенно заттар жоқ мына судың ішінде мына дырка оқима достар қараңыздар ну не дырка ма не деген бәле мынау не деген бәле сонда сиіп шыққан банағы ёпты достар дәм деген жаман ғой ёпты несі қалай жасалады енді тату керек па ой мына яқ тартып келген кезде не шығып кетті ема достар нифига себе мына қарасаңыздаршы мына жақ элитный жақ қой ема мына қарасың мына жақ деген лавадан осыны освещение жасап қойған лампадан да ема мына диваны кайф қой ё-моё мына жақ отырып алып мына лаваларға отырып сонда кімдікі екенін комментарийге жазып көріңіздерші кімдікі болуы мүмкін анау деп достар давайте не деген бәле сонда мына жақта бір нәрсе бар ма екен жоқ мына жақта жоқ мына жақта жоқ екен мына телевизор жаңа мына құрсы жап жаңа әп-әдемі бір ретте ұқсапаған ба не деген бе мына жақта бір нәрсе бар мына жақта жоқ холодильникте жоқ ай қасқа онда не мына жақта жоқ екен бірақ мынау кімдікі соны түсінбей жатырмын мен негізі біреудікі бола ма деп ойлағанмын ғой достар онда мына телевизор маған керек былай алып кете салайық шын өмірде олай заттар ұрламаңыздар достар өйткені ұрлау ол жаман өте жаман давайте сол үшін давайте мына жақта ё-ман әдемі ғой кәдімгі мына жаққа келіп тұрса болады онда ата әжем келген соң солардан сұрайтын боламын бұл что за жер анау екенін ойбай фу аяқтың бері түрік сезімге болып тұрмын ё-май дәм жаман ғой ёпты бәрекелді ол мына жақта кете алсайықшы бассейндер май келіп қалыпшы тағы да достар онда желеп мына жақта түсейік мен телефон таппай жатырмын әлі жаңбыр әлі жүріп отыр телефон қаяқта сонда какой мына жақта не бар көрейікші охема анау обычный жүрген аяқта камен бар екен достар охема ёпты өшін шын зомби жол бар мал жол бар жол жақтама мені өлтіріп тастайды мынау көп хп жеп ана жанып отыр ғой қазір жаңбыр жанған жақты кетіру керек негізінде достар мен үй жаққа қарай қайта берейін тез алып ёпты қан мынау деген бәле ғой біреу өтіп тастап жүрсе тағы зомбилар
Все. Ух, үйреттік қона әкелсем мына телевизор алып кетті достар. Мына қараңыздар, қандай әдемі ұзын плазма мына достар. Айтып комментарий жазып кетіңіздер қандай әдемі екенін, күшті екенін. Ал достар, осы видео сіздермен болғанмен сойық. Осы видео қатты қызық болған жоқ, қатты ұзын болған жоқ, өйткені достар осындай болды. Енді Майнкрафтқа осы картаға кірдім, житель айтты, мынаны әкел, мен соны істедім, енді ананы тауып алдым. Бірақ келесі бөлімде, келесі видеода біз возможно анау кімдердікі екенін біліп аламыз, чосақ қандар екенін. Сондай болсын десеңіздер, давайте осы видеода 50 лайк жинап тастайық та, потом 50 лайк, 115 комментарий. Сосын мен екінші бөлімді түсіретін болсында. Все, давайте достар, онда мынаны видеоны бітірейін онда. Давайте достар.